Assalomu alaykum jahllarim, qalaysizlar? Bugun Muratbek balamning eng yaxshi ko'rgan ovqati mayik börek ovqatin pishirib berdim. Muratbek balamning o'zi da mening qasimda жүріп көмөклести. Көбүнө-көп men mayik börek pishirgan vaqtda kartoshka aralashtirууга harakat etетинем. To'yimli bo'lsin deb, bu ret Muratbekning o'zi mayik quru mayikten isteydi mama ko'p salib, boshqacha bo'ladi. Sonday qilib jegim kelip tur degan uchun suret mayikli qildim. Sizlar qanday qilib pishirasiz? Kartoshkaga salib pishirсең және stolдың бойында бүгүп bir pishire qo'yasan go. Quru mayikten pishirсең, qozonning basida qo'yib turuga to'g'ri keladi. Son narsaga yernemen men rostini aytganda. Soning uchun ham kartoshkali qilgim kelетін edi. Muratbek balamның aytqанын жерде қалдырмай qo'yayын deb yaxshi dedim. Soning uchun da qasimda жүріп көмөклесип атырды балам. Мына жерде men qamырды жайып kesip бердим. Muratbek бүгүп атыр бет, ошону видеого түшүрүүнү унутуп кетипмин. Мама сиз пишире бериң, калганын мен бүгүсө беремен деп. Sizlerдің балаларыңызда көмөклесип турамы? Авкат пиширетін убакта әсіресе. Маған көп адам балаларың еркек бала, неге кухняның жұмысларын істеттіре бересең деп суроо береді. Еркек аялына карамайды менимче. Істеп үйренгені жақсы. Тие берсін, енем солай үйреткен, үйдегі еркек балалардың бәрі көмөклеседі. Тек күйеуім де арасында қасында жүріп көмөклеседі. Оның ешқандай ұятлы жері жоқ деп ойлаймын. Ал енді сіздерге сұрау, қасыңызда өмірлік жолдасыңыз яки балаңыз көмөклесіп жүргені бұл ұят па? Менің өзім бұны ұятлы деп ойламаймын. Сіздердің пікірлеріңіз қандай?